Qancha vaqt küttüңüzdür, Baqitcan qaçan үйленеді деп еді, Baqitcan үйленді, bir qattıra qol soğuk qo'shimidір qo'ysandır bo'ladi ағайын. Toy qutlu olsun, mine. Жақсылыққа жайнап осы тойды тойлап келген баршаңызға мың алғыс, жақсы адам қыдырат, артан несібе шұбырат деп, кілең жақсыменен жайсандар. Бүгін осы Бақытжандай балдарыңыздың бір басы екеу болды деп, ел ағайын туыстың бәрі қуанып, шаттанып жүрген шайы бар. Енді осында жүрген біздің анамыздың келді құтты болсын, бір қаттырақ қол соғып қошемеді қойсаңыздар болмайды. Енді қадірлі көпші құрметті тойшыл қауым, осы тойдың түрде табылған соң, осы қаншама елдің аузы дуалы, сөзі өәлі қазыл қарттарымыз бар. Сол кісілерді ортаға шақырып, әдемі тілектің көшіміз бір ұсынып қойсақ деген еттеміз. Арна елдің алдында ерекше құрметпенен Жұман көкемізді, Сейдібол ағамызды, Мәжид аға келсе, Гүлзәбира әпкеміз, Нахан көкеміз ортаға шақырып, бір әдемі тілекпенен беташар рәсім бастайып, қол соғып бір көшімізді қойсаңдар. Келіңіздер, көкелер қайда? Hoş geldinizler qadırlı өвлетті үлкендерді құрметті өздеріңізді басып келген қадамға Алладың нұры olsun. Бүгін біздің осы құрметті қадірлі Райхан анамызды қалай құрметтік білсеңіздер, Алладан еселеніп қайтсын. Енді рұқсат болса осы бедажар рәсімді алғашқы тілекпенен, ізгі ниетпенен бассақ деген ниет білдірген шайымыз бар. Бата бақыттың бастауы дейді қазақ қашанда. Осы абыз ақсақалдарымыз, ару аналарымыз келіп тұрған кезде бір әдемі сүбелі сөзді өздеріңізге ұсынайық. Көшті ер азамат бастайды, көшке көрік бірін әрине әйел азаматша дейді қазақ қашанда. Енді осы көкелерден бастақ қалай болады? Аталардан бастайық, көкелерден қоштайық. Келіңіздер, той құтты болсын. Неден дағылсымда 2 жас есінде отырмызды осыған беташарында. Я Алла, жұртқанда жолы болсын, созғанда қол жетсін, құдайлық сыйлам ұшылауында болсын. Өмір жастары ұзақ, дендегі сау болсын, тіккен отаулары іші тола, немелі шүгірет өсей берсін. Тыңдарыңызға рахмет. Шепсіздер, құрметті, қадірлі қонақтар. Мені отыруымыздың себепкері жаным Бақытжанның беташары екен. Көп күттік біз, Бақытжан бақытты болсын, дендері сау болсын, қоса қарысын. Райхан осы балдардың қызығын көріп жүре берсін. Той-тойға ұласа берсін жаным, бақытты болсын, дендері сау болсын. Неғылдейміз, ассалаумағалейкум, ұзақ жақыннан келген ағайын. Райхан жеңше, беташар той құтты болсын. Тойларыңыз тойға жалғаса берсін. 2 жас бақытты болсын, лай қаласа. Беташар тойда
көрісіп жатырмыз. Ендігі тойымыз бесік той болсын. Екі жас бақытты болсын. Тойға жалғаса берсін жеңше. Қаттырақ болса қошамадық қойсаңдар болады. Кетсі көңілі. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті тойға жиналған қауым, міне бүгін көптен күткен бақытжанымыздың үлкен тойы болып жатыр. Бұның өзі бәріміз үшін осында тұрған, бәріміз үшін қуанышты жағдай. Құдай қаласа, бұның енді айналайын бегалы қайным ғой менің. Бір аунап тұрған шығар, мына елді көріп, жұртты байқап. Мына енді айналайындар, бұл өзі екі жастың басы қосылып, кереметтей қуанышты жағдайда отырмыз. Жастарымыз әрқашанда биіктен көрініп, өздерінің бір мына өмірде өз орнын тауып, кірпіштей болып өмірде қаланып, елінің алды болып, бір биіктен биік шыңдардан көріне берсін. Еліміздің арқа сүйер азаматы өсе берсін. Артынан ұрпақтар өсіре берсін, Құдай салиқалы, саналы, парасатты ұрпақтар өсірсін. Еліміз арқа сүйер азаматтар болсын, Құдай әрқашанда биіктен көрініп жүреміз тілейміз. Осында отырған көпшілік, айналайын бәріңізге осындай той тілеймін. Осындай жастарымыз өзінен өніп, өзінен көбейіп, қазақ халқының демографиясына үлесін қоса берсе, біздің қуанышымыз қуанышқа қосыла береді. Әрқайсыңыздың үйіңізде той болсын, думан болсын, қуаныш болсын, жастарымыз бақытты болып, биіктен көріне берсін. Өздерінен өніп, өздерін өсе берсін. Амин. Ал жеңше тойымыз болсын, тойымыз той боласын, Құдай қаласа. Мынау жастар бақытты болсын. Көптен кірген арманымыз еді ғой енді. Құдай қаласа біз бүгін жеттік. Екі жас бақытты болсын, өрі-жүгірі өзіміз көбейе берсін. Сол болсын. Сол үшін қаттырақ болса қошамы тұрып қойыңыздар, нағыз бүгін құлақта жүреді бүгін ғой, негіз газет залында отырып бір құрметтеп қояқ. Енді мен сахна төрінде құрметпен елдің алдында ерекше құрметпенен Төле ауданының құрметті азаматы, оқу ісінің үздігі, құрмет орденінің иегері, ардагерлер кеңесінің мүшесі, Алтынсарин төсбелгісінің иегері, білім саласының майталман деп құрметтеп сахна төрінде бір қаттырақ қол соғып қошамы тұрып қойсаңыздар. Елшібек адамды елдің еркесі деп құрметтеп ортаға шақырайық. Бір қол соғып қошамы тұрып қойсаңыздар болады. Келіңіз көке. Міне, Бақытжандай балам үйленді деп өзге істің бәрін ысырып тастап, алтын уақытты қиып, әзиз басты ит берген құрметті де қадірлі, осы ортаның қонағында бір қаттырақ болса қошымы тұрсаңыздар, мен тілектес ниетті осы қаншама қыран құсып баптаған, сарымайда сақтаған елдің алдында жүрген ерен еңбегі бар. Осы елдің азаматы деп ерекше құрметпенен мен үнтаяқты көгеме ұстайын, бір қаттырақ қолдап қойсаңыздар болады. Ардақты ағайын, құрметті мына қонақтар, міне бүгін Бақытжанның үлкен тойында отырмыз. Өзі қуандым неше Бақытжан үйлерді дегенде. Ол біздің балдармен жолдас, солардың көмекшісі болып жүреді. Ол Бақытжан өзі жақсы жігіт, өңкей байлардың көмекшісі болады. Байлар онша жігіт етпейді. Дүниенің қызығын бай біледі, атым семіз болсын деп тай біледі дейді. Олар онша жігіт етпейді, соларға Бақытжанның адамгершілігі мол болсын, Бақытжанның мінезі көрген болсын, Бақытжан біреудің дүниесіне қол сұқпайтын болғаннан кейін, олардың бәрі, байлардың бәрі осыны көмекші деп жүреді олар. Бақытжан деп еркелетіп, бір жіптермен жүреді Бақытжан. Міне Бақытжан мынау жаңағы кім тамада айтып жатыр ғой, бақытты келін болсын дейді, бақ келін болсын дейді. Келіннің аяғынан, қойшының таяғынан дейді. Құдай қаласа мынау жеңгемізге Құдай қаласа бақ болып берсін осы келін. Жақсы келін күйеуін хан етеді дейді, жаман келін күйеуін құл етеді дейді. Құдай қаласа осы келін Бақытжан өзі іскер жігіт. Бақытжан кез келген адамға табысатын азамат. Мына тойдан да көріп отырмыз, онша жігітке бұнша адам жиналмайды. Бақытжанның егер келін жақсы болса, келін өшіріп тұрма, естілетін шығар. Келін жақсы болса, Бақытжан Құдай қаласа хан болады. Жаңағы өзі еріп жүрген, помощник еріп жүрген байлардан да мықты болады Құдай қаласа. Бақытжан, мынау Құдай қаласа өмір жастарың ұзақ болсын. Бақытты, дәулетті болыңдар, өрлі-шүбірлі болып,
сіздердің алға басып осы Қазақстанға танымал азамат бола берін. Той қыласа берсін. Рахмет. Көкем дұрыс айтады, Бақытжан кілең байлардың қасында жүреді. Мен сияқтылардың қасында жүрмейді бұл Бақытжан. Кілең Ақмырза деген, Нұртас деген байлардың қасында жүреді, Құдай қаласа. Сол кісілердің Құдай қаласа қазақ арамшылы елдің біріміз ғой, сыныптан басқаның бәрі жұбатты. Сіз де байып кеттіңіз, Құдай қаласа. Енді мың алғыс осы әулеттің қуанышына арнайы келген барша әулеттің үлкендері, қазыналы қарттарымыз қуаныш құтты болсын, жүзін көріңіздер. Бақытжанды сыйлап, Бақытжанның анасын құрметтеп көргендеріңізге мың алғыс. Енді құрметтеп шақырған соң өздеріңізді құрметтеп дастархан түріне жақсылап жайғастырып, шайластырып қояйық. Қол соғып бір қошеметтеп қойыңыздар. Міне, біздің үлкендер. Енді қадірлі көпшіл құрметтейік шақсылар, бүгін Бақытжандай балдарыңыздың бір басы екеуі болып елге ақ келін емес бақ келін әкеліп елді қуантып атқан осы әулетке түскен жаңа келінді қос бірдей алғысымен сахна төріне қарсылайық. Бір жақсап қол соғып қошемет ұрып қойсаңыздар, жұлдыздай келіндеріңіз қарсылайық ағайын. Қошемет қайда? Ауылға келді ақ келін, қалдырып бала сәттерін, жарымен бірге толтырмақ бай-бай шірігін, шұбайлық өмір дәптерін. Ел мақтаған келін бұл, ел жақтаған келін бұл, солай болсын саған деген сенім бұл. Ел мақтаған келін бұл, ел жақтаған келін бұл, солай болсын саған деген сенім бұл. Өздеріне асығы күттірген ғой, бір айтып едім шыға салды кәдімде. Қол соғып қошемет ұрып қояйық арнайы, қадірлі көпшілік. Алдыңда ақын жігіт арыңдады жүректей бір шабайын бабындағы, Бақытжандай балаларынан айналайын арманын ата-ананың орындады. Құрметті қадірлі көпшілік, осы әулетке жалайырдың қызын алып кепті. 500 жорға татидың қалың малды. Bir қаттырақ қол соғып құрмет жасармайсаңыздар болады. Алихан, Құдай қаласа, оны өзі бүгін ертең үйленем деген жігіт ұстайды өзі. Кез келген адамға ұстата бермейді. Бүгін ертең үйленем, ниеті бар жігітке ұстатады. Енді Алихандай жігітке бір қаттырақ қол соғып қошемет ұрып қойыңыздар. Бүгін Алихан екеуміз қызметтеміз. Басқаларыңыз білейім. Алихан маңызал майстап тұр. Қазір өзі көрінеді өзі. 1000 теңге сағандарға вообще көтермен алмақ. 5000-нан арғарай көтересің. 1000 теңгеге әуре болмақ вообще. Енді сыртта жүргендер ішке қарай шақырайық. Жаңа 2000 теңгеліктер 1000 теңге бұл майдалап жүргендер қайда? Мен қарай шақырайық, бір қызға батырайық. Қадірлі көпшіл құрметтейік жақсылар. Енді сыныптан басқаның бәрі шығады дейді. Бақытжан қайда? Бақытжан? Бәкен қайда? Осының бәрін бастаған Бақытжан ғой дейміз. Бәкен керіңіз енді осы жанына жақсыларын жақындайық. Бүгін қуаныш, бүгін той. Енді Бақытжандай балдарыңыздың бір басы екеуі болып, Бәкен қуаныш құтты болсын. Енді бүгін Бақытжан үйленді деп шын көңілмен келгенде бір қаттырақ қол соғып қошемет ұрып қойыңыздар. Бақытжан бүгіннен бастап зорықпайды, үйленген соң бағдәулеті толықтайды. Бақытжанды жақсы жігіт деп естідік қой. Жақсы жігіт жаман қызға жар болып жолықпайды. Қыстың боран дауылына қарамай үйленгендер әйеліне шоқта қорқпайды деп қой. Құдай қаласа қол соғып қошемет ұрып қойыңыздар. Бәкен қуаныш құтты болсын. Елді жинап, ағайын туыстың бәрін жинап, міне Құдайға шүкір 38 жыл құшақтаған жастығыңыз бір күнде әдемі сұлу жарға айналды. Кәдімгі бетіңізге қан жүріп қапты қазір. Елден семіресіз, Құдай қаласа. Мен де үйленбей тұрған кезде сіз сияқтығым, бір жапырақтығым, жай-жай толып жатырмын, Аллаға сансыз шүкір. Енді қадірлі көпшілік Бақытжан, өмірің бір әдемі әуен болсын, бақшанда пісіп тұрған әуен болсын. Алғаның қанша сұлу болса дағы, анаңыздан бір сатыға төмен болсын, осыны түсінетін өлең болсын. Құдай қаласа келінмен бақытты ғұмыр кешіп бақытқа жетелейтін мәрең болсын. Келіннің бетін ашу менен болса, бағын ашу бауырым сенен болсын деп қол соғып қошемет ұрып қойыңыздар, Құдай қаласа. Рахмет. Енді бір бетажар болады платный, бір бетажар бесплатный.
Бүгінгі беташар платный болайын деп тұр Құдай қаласа. Ордаға Ақ-отауды қойдық, енді осы Ақ-отаудың ішін толтырып, Құдай қаласа, құтты келін болсын деп арнайы беташар рәсім бастайық. Арасына қол соқпа жұмыдырып қойсаңыздар болады. Қиғуға ерінген қызынат, қаңғуға ерінген бұзылады дейді ағайын. Осы қуаныш құтты болсын деп, той құтты болсын деп, Райхан анамызға бір қаттырақ қол соқпа жұмыдырып қойсаңыздар, біз беташар рәсім бастайық. Жігіттер, маэстро, жігіт! Белді қыздыр былай бір егеу салып қойыңыз, қазір 350 адамға сәлем саласыздар. Салып қойыңыз, ой жаңа. Бір сәлем салған сайын қол соғып қошемедір өтсаңыздар болады, негізі ағайын. Осы кереметтің қуаныш әулеттің тойы деп арнайы келген баршаңызға мың алғыс. Қазақ бекер айтпай, өлі риза болмай тіреш уақытта байымас дейді өткен кеткен әруақтарға, өткен кеткен саңлақтарға әдемі арнауымыздар. Дайыр жігіттер, маэстро, микрофонда шығарайық. Арнайы әруақтардың құрметіне қос сәлем, жұп сәлемді қабыл алыңыздар. Нұржау ата, Жібек әже, Сманған ата, Шералы ата, Бағдәулет ата, Бақтияр ата, Асқар ата, Күлайша апа, Күләл апаға, нағашылар осы Шәкірабай атамызға, осы кереметтей қуаныш құтты болсын. Қойдасын әжемізге және өз әкеміз Бегалы әкеміздің әруақтарына қос сәлемді қабыл алыңыздар. Әруақтар разы болсын. Міне бүгін бір аунап тұрып атқанша, Бақытжандай бауыры бір үйленіп атқан кезде. Әулеттің ата-апалары бар ма? Бір жақсылап қиқулап қойсаңыздар болады, қол соғып қошемедіріп қойсаңыздар болады. Осында келіп отыр аталарым-ай, және де ақшаулықты апаларым-ай, кешегі қазағымның дәстүрменен-ай, жүн шығар таныстырып атағаным-ай, келінжан ата-апаға сәлем салсаңыз, береді мына сізге баталарын-ай, аталарым-ай, апаларым-ай, қабыл болсын сендер берген баталарың-ай, аталарым-ай, апаларым-ай, ағайын қайда сенің шапалағың-ай. Қол соғып қошемедіріп қойға арнайы әулеттің аталары, апалары, Қандыбайдан бастаған төрел адам көлсі ордаға. Әдемі сәлемі салғызайық, елден ақпада алғызайық. Пердебай ата, Ескендір ата, Сидуал атамызға, Абдулла атамызға, Нұрғал ата, Ақбарал атамызға алсы. Және осындағы төлеуеланың құрметті азаматы, оқуысының үстігі, құрмет ордың иегері, ардагерлер кеңесінің мүшесі, Алтын Сарин төс белгісінің иегері, білім саласының майталманы, құрметпенен қадірлеп, Елшібек атамызға ерекше сәлем салғызайық. Сәлем салсаңдар, адамат айтып атым көрмен. Сәлем салып тұрсаңдар. Әжелер қауымы қайда, біздің әжелеріміз қайда? Жүзімгүл әжемізге, Зүбайыр әжемізге, Салима әжемізге, Тұрсынай әже, апалар қауымы Тұрсынай апа келсе, Гүлмира апа, Жанар апа, Гүлсия апа келсе, Дариға апа,
тойдың түріне талқысаңыздар. Аманай апамыз келсе, Айгүл апа, және осы білім саласының майталманы, Алтын Сарай минаның егері, іскер әйелдер ассоциациясының мүшесі құрметпенен қол соғып, Қосылай апамыз ордаға шығарайық. Қол соғып қошемелік байғанай. Қайдасыздар апалар? Енді арнайы осы әулеттің барша түп нағашы, сүт нағашылардың құрметіне арнауымыз арнайық. Жігіттер маэстро жіберсеңіздер. Қол соғып қошемелдің бойында нағашылар қайда? Сүт нағашылардың көшін бастаған құрметті қадірлі Тұрсынәлі тағамызға, Тәжгүл апамызға, Абдулла таға, Мәжит таға, Шынынхан таға, Нұрмағанбет таға келсе ордаға. Гүлзәмин әпке, Гүлнәр әпке, Кәрим әпке, Нұрсұлтан Қасымдай барша түрк нағашылар ордаға келсеңіздер, және сүт нағашылардың көшін бастаған Анарбек таға бастаған Гүлнәр апа келсе, Марат таға, Шамын апа келсе, Сапар таға, Салима апа келсе, Сали апа келсе ордаға. Орынбасар таға Әшіргүл апа келсе, Үсен таға Фатима апа, Рахмат келсе тағамыз Малика келсе, Рахима апамыз келсе, Әли апа, Фатима апа, Қалба апамыз келсе, Күлайна апамыз, Камал таға келсе, Балқия жеңге, Рахмат келсе тағамыз Малика, Бекзат келсе Ширала, Ержан келсе Нұрлан Баужан, барша нағаштарға қос сәлемді қабыл. Енді қадірлі көпшілік құрметтегі жақсылар келе беріңіздер жаңа. Сәлем жасаңыздар, сауаты болыңыздар. Сразу келісіп олайықта. Егер жаңа түскен келіндерің сәлем жақсы салады. Екі шетінде екеуінің жбелі қатып қалған ойым жоқ. Иілемай атыр қатып. Қол соғып қошемедір қойсаңыздар болады негіз. Енді арнайы осы біздің жаңа түскен келіннің енесі, жақсылықтың кемесі Райхан апамызға жақсылап әнімізді арнайық. Жігіттер жіберіңіздер. Қайдасы. Қол соғып қошемедір қойыңыздар арнайы. Жақсылықтың кемеміз, сәлем салсаң соларға, түбінен көрінет кебеңіз, енеңізде ерекше, жақсылыға
çok söyleyeyim. Ama selam savadır. Kocasan. Şeki sama ismi? Şeki sama ismi ne? Ha, sap koydunuz mu? Ha, bu. Ha, sap koysanız oldu. Sap koyup hocam. Sap koyup da salmakta koymayı kamandır. Bir selam sap koyup öyle. Olsa koşamadır koyunlar. Endi bizning anamız korkkan men qongan birdi deb qattiq sabılıp, abılıp жақсылардың жадынан табылып тұрған жайы бар. Құрметті де қадірлі. Енді бір жақсы құрметтеп қойсаңыздар, Райхандай апамызға құрметтейміз, жақсылыққа жайнайық, осы тойды тойлайық. 10 теңге салған кезде тоқтамай сәлемді сайлайық. Құдай қаласа, осы сала берсеңіз, шаға бәрі өзіңізге қалады. Айдапта Райхан көп салт деп айтады. Осы Құдай қаласа жаңа түскен келіннің етегіне берсін, жетегіне берсін, артынан ұрпақ ерсін. Сол ұрпақтың қызығын дүйім жұрт көрсін. Құдай қаласа белім бекем болсын, жақсылардың жолын жүрген қосын, әулетіңізге түскен келін апатай, аумин жылма-жыл тусын деп қойын. Құдай қаласа қуаныш құтты болсын. Енді Алла етегіне беріп, жетегіне берсін. Енді осы әулеттегі барша біздің құрметті қадірлі әулеттің әпкелері, жезделері, қайдасыздар, құрметпен ортаға шақырайық өздеріңізді. Жігіттер, маэстро жіберіңіздер. Жайнаған осы тойлаған әрбір күні жақсылық деп қуанышпен тойлаған ерекше жедел әрі бөлекше сахна түрде көшті бастап беретін жездеміз Жұман жездемізге арнайы қос сәлем сап қойсаңыз болады. Жүмен қайда? Жұман жездемізге құрметпенен қадірлеп ортаға шақырайын, бір қызыққа батырайын, таңның таңға атырайын. Жұман жездеміздің қасында айменен болған күндей осы кереметке қуанышқа, жақсылыққа жайнап, білесіп байлап, тойды тойлап көрген Айгүл әпкемізге қос сәлемді қабылдаңыздар. Жүмен қайда? Блогердің Асқардағы әкесі, Ақжаулықты анасы, дауыл соқса, пана ақыл айтса, аға бола білген жақсымен жайсандарға қол соқ қошамадырып қойсаңыздар болады. Ой, рахмет. Блогердің мамасына бола береді. Ашып сүйседі, жауып сүйседі болады бұл кісілерге. Қол соқ қошамадырып қойыңыздар ендеше. Мама бір сұмқаммен келіп тұрған бұдай. Қасында көмекшілеріне бере беріңіз, апа, жаным. Құдай бейіліңізге берсін, құрметті де қадірлі Айткүл әпке, жақсадан қыдырет Райхан мамам мөшірді ортаға шығарып, жабайға, апа келіңіз ортаға шығарып, бұл ойгелердің мамасы кез келген адам иығына шабан жаба бермейді өзі. Міне, сияды Құдай қаласа. Меккеден келген орамал дейді ағайын, бір қол соғып қошамыдырып қойсаңыздар болады. Меккеден келген орамал деп. Ой, шашуға. Бақытжанның қалғасы долларға толсын деп, долларған пидақ бөлінбейді. Жаным, Бақытжан айтып ады, сол долларды үріміне келе самадыма деп адыр. Әрмен қарай ортаға әпке жезінен құрметпенен шақырайын. Махан жезе бастыған күленді әпке келсе, Нахан жезе келсе Қатил әпке, Назир әпке келсе, Серік жезе, Сәуле әпке келсе, Жамболат жезе, Зәуле әпке келсе, Ләзін әпке, Айсұлу әпке, Жанар әпке, барша әпке жезілердің құрметіне қос сәлемді қабылдаңыздар. Қайдасыздар әпкелеріңіздер.
сәл ағымы сабыр тоқылда тұрайық. Енді техникалық ақабы болсын, бүкіл жағдай болады, жақсылыққа көңіл толады. Енді осы қуаныш құтты болсын, біздің жаңа әпкеміз шашуын шашса, елге деген ыстық ықыласын көрсетті. Мен енді осы сахна төріне барша осындағы қайнағаларға, абысындарға сәлем салғызайық. Марат аға бастаған Талғат аға, Қайрат аға, Нышанбай аға, Ғалымжан аға келсе, Ерғали аға, Қанат аға, Ғалия жеңге келсе, Айжан жеңге, Лариса жеңге, Камшат жеңге келсе, Гүлнәс жеңге, Жанерге жеңге, ортаға келейік. Жанын жақсылыққа құмар жеңгелер қайда? Күте тұрайын ба? Пока салдырып болайын ақшылар. Жаны жақсылыққа құмар Жанерге жеңгемізге қос сәлем салғызайық. Міне жанына тілек жақсыларды жинайтын, жақсыларды құдайындай сыйлайтын, әдемі қуаныш құтты болсын деп тек жақсылықты жинайтын Жанерге жеңгеге екі сәлем салайық. Жанерге көпті көргенде өзімді, көпті көрген кісі. Өзі көпті көрген көш бастайды, осы көшті бастап көрген баршаңызға мұңамлық. Енді қадірлі көрсін, құрметті тойшыл қауам. Бақытжан қайда? Бақытжан десейші. Светті өзі өшірдің ба, не ақылдың етелік үйге барайық деп. Неғылдың асықпай енді. Өзі өшірген болсын. Бақытжан кетіп қалар. Бар ма аған қалауға? Қосылды. Қол соғып қошын мүдіріп қойыңды жаңа. Бақытжан сен сыртқа шықпас. Сен сыртқа шыққан сайын свет өшіп отыр. Енді өзің өшіріп отырсың, елдергеге барайық, молдаға барайық деп жатсың ғой деймін өзің. Асықпай, сен де түсінуге болады. 38 жыл күттің ғой енді. Тағы бір 20 минут күтсең бітірем, құдай қаласа. Жаңа Бақытжанға күннің шығып тұрған қызық болып тұрған жоқ қазір. Күн ертерек батса екен деп тұр, құдай қаласа. Қол соғып қошын мүдіріп қойыңыздар Бақытжанға. Құтты болсын. Енді арнайы осында тұрған құрметті де қадірлі тойшыл қауым, біз осындағы бөлелер қауымды құрметтеп, жиендер қауымды құрметтеп ортаға шақырайық. Бүгін осы қуаныш құтты болсын деп свет өшіп қалмай тұрған кезде мен осы кісілердің аттарын атап түстерін өтейін. Рәзия әпкеміз бастаған бөлелер қауымның көшін бастап ортаға келсеңіздер, осы қуаныш құтты болсын деп Рахима шапке келсе, Пердебай бөле, тойдың төлін табылсаңыздар. Әбдіхалық бөле келсе, Гауһар бөле, Әділ бөле, Бақыт бөле келсе, Сейдәлі келсе бөле, Серік бөле, Феруза, Алима, Салима келсе, жиендер қауымды ерекше шақырайық. Базарбай, ақын қыз келсе, Мамыр, Эльмира, Бақытжан, Әлия келсе, Бекзат, Айжан келсе, Арыстан, Маржан, Алмасбек келсе, Әйгерім деп жатырмыз құрметпенен. Және осында келген құрметтегі жақсылар Ерсұлтан, Камила келсе, Хамид, Әсем, Бауыржан, Мөлдір, барша жиен бөлелерге қос сәлем қабылдаңыздар. Бақытжанның бөлелері Нұридин, Исмайдин келсе ордаға, Барат келсе, барша бөлелер жиендер қауым ортаға шақырайық. Келіңіздер. Осы өлетті құрметінде қадірлі жиені деп Алмасбекке жекедері сәлемді салғызын қайтайын. Блогер жекедері туған шырғын азамат, жақсылыққа болған шырғын қазанат, Алмасбек пен Әйгерімге жеке сәлемді салғызайын. Бір қол соғып қошемізіп қойсаңыздар болады ағайын. Ет арнайы Қазақбек айтпайын, алыстағы ағайынның атызғанша ауылдасының таяусындағы ниетпенен осындағы барша құдай қосқан көршілер құрметін ортаға шақырайық. Ұлсүйер апамызға, Шолпан апа, Тұрсынай апаға, міне жаным апам өзі Алмасбекті құрметіне біреу, жаным екеу, үшеу, төртеу, тамадаға
kalmasın. İsim. Can olsa koşumadır koşandır bular. Allah razı olsun. Amanatta kıyanat жасамады. Mine Almasbek blogerдің anasının özü Almasbek'tin сәлем демесін ортаға шығарып салған жайы бар. Bir қаттырап қолса қошемедір көзіңдір болады ағай. Көршілер қауымардай ортаға шақырайын өздеріңізді. Ұлсер апа бастаған Шолпан апа келсе, Тұрсынай апа келсе, Нағим апа, осы қуаныш құтты болса, Қайнар ата келсе, Айым Жамал апа келсе, Айдар ата келсе, төле табылсаңыздар, Жұмагүл апа, Лесбек ата келсе, Клара апа, Әлибек ата, Жұмагүл апа келсе, Майра апа келсе, Марат ата келсе, Талғат, Гүлжан келсе, Ербол, Марат деп осы үлкен кісілерді ерекше айтқан жайымыз бар. Bir қаттырап қол соқ қошема тұрып, көршілер ортаға шақырайық. Келіңіздер, көршілер қайда? Arnay sahna төрінен Бақытжанның аға достары, аға бауырлары, құрметпенен қызыққа, осы тойға кірген құрметінде қадірлейік жақсылар, сол кісіге әдемі. Дейлі әпшенді ма? О, жам. Қырандай биіктерге самғау керек айтылған әрбір сөзді талдау керек. Дейледай әпкем келген кезде сәлемді салиқалы салу керек. Көңілін жақсылардың табу керек, бір қошемет қағу керек. Алмасбектің анасы жаныма келіп көрінді қыстырған кезде асқырып қошеметті қағу керек деп қойыңыз ағайын. Ой, міне. Дейле көрсіңіздер әкімді Орадан келген орамал, арнайы біздің анамызды құрметтеп иығына жауып атқан жайы бар. Енді арнайы Бақытжанның аға достары деп құрметтеп ортаға шақырайық. Алғыс алған ханнан да қарадан да шапағаты тиетін әр адамға бір қаттырақ қол соқ қошемет тұрайық. Анадан асыл туған абаданға деп Ақмырза мырзаға арнайы қос сәлемді салғызып ортаға шірген алғызайық. Бір қаттырақ қолды шірген қалғайық. Бәріміз бақытты болайық. Елдің азаматтың ерекше құрметпенен Ақмырзаға қос сәлемді салғызып болайық. Ақмырза қайда? Аға деген пана болады інілерге. Жақсылап көмек керек жақсылапқа. Енді бір қол соқ қошем отырып қойсаңыздар, міне Бақытжандай бауырының қуанышына арнайы келген Ақмырзаға бір қаттырақ қол соқ қошем отырып қойыңдар. Жаным, міне. Ала беріңіз, ала беріңіз. Адам, молодец. Көрген азаматсыз ғой негізі. Өскен өнген азамат. Міне, айттым ғой жаңа Бақытжан тек қана байлардың қасында жүреді деп, осылай байлардың қасында жүреді. Bir қол соқ қошем отырып қойсаңыздар болады. Компанияның бас инженері Дихан Мырза қайда ортаға шақырайық. Неге? Құрметті ортаға шақырайық өзіңізді. Бауыржан келсе Жанар, Нұрлан келсе Наташа, Досбол Динара келсе, ерекше құрметпенен бір сәлем салғызайық. Келіңіздер, айтқам қазір, Данабек айтайын да бар, ас қозғандар. Жайлап келетір ғой, ас қозғандар. Ел өздері айтасыңдар ма? Бәрі бақы мен деп айтып отырмын ғой. Данабек деп отыр, Дәкен қайда, Дәкен? Ой, Дәкен қайда, жүріп жүріп, Дәкен? Сізге бір шақ бетіге болмайды сізге. Сізге бір рет шығу керек қой. Бауырыңыз, досыңыз үйленген кезде бір қаттырақ Дәкенді ортаға шақырайық, бір қызыққа батырайық, жаным. Бір газ асқаны 10 мың теңге болып түседі құдай қаласа. Міне, Дәкен. Жаным. 70-пен жүрген адам бір шыққан болмайды ғой дейсіз. 2 рет шығу керек 70-пен жүрген соң. Енді осыға Досбол Динара шықты ма? Шықты ма бәрі? Міне күшті осы. Негізі осынадардың атын көп айту керек дейміз. Ана 2003 саландар қызық емес негізі. Нұртас қайда? Ой, жан-жағынан нұрын шөгін төгетін, жақсы жермен жүретін, елден алғыс ала білетін Нұртас ағама ерекше сәлем салғызып ортаға алғызайын. Нұреке, қос сәлемді қабылдаңыздар. Міне, білет байлардың астында жүреді, жақсылықты білет. Нұрекеңе қос сәлемді салғызсаң, ағайын қол соқ қошемет тұрып жүреді ағайын. Нұреке неғыңыз боқтап көттіңіз, еспедіңіз. Лесбек ағамыз келсе, Әмір аға келсе, Асыл Ақберек келсе, Мұса, Димаш, Алихан әділ жатырмыз. Барша Бақытжанның аға достарына қос сәлемді қабыл алыңыздар. Қайдасыздар?
Kayın singilderi, hürmetli ortakdaşlar, kelingizler Bolatcan бастаған бауыржандар келді ма? Bolatcan бауыржандар қайда? Келіңіз, міне осы кісілерді шақырайық. Бәрі айттым нышанбай, осы жігіттен жоқ келемісіз? Арнайы шақырайық, келіңіздер қайындылары, қайын сіңілдері Bolatcan, бауыржан. Бар ма жоқ бауыржанмен күтіп отқанымыз? Bolatcan үшін кім салады? Сөйтсіз Сержанға салып жазып қойын болды. Қол сау қошемедік қойды міне. Сержан, Данияр, Мадияр, Асхат, Ержан, Самат, Рамазан, Нұрасыл деп жатырмын Нұрсұлтан. Және қыз деген қонақ, қыз деген өріс, қыз деген қыдыр. Осы әулеттің сұлуда сымбатты, ақылына қымбатты әулеттің қызы. Осы біздің Бақытжанның қарындасы Қарлығаша тікеден тік жүріп осы қызметтің бәрін атқарып жүрген Жадыраға шет сәлем салыңдар. Жадыраға шет сәлемді қабыл алыңыз. Ырзасыз ба? Ырза болшы, жаңадан бір ұрыс отсың ғой, үйтейік бүйтейік деп. Бармарымен қарай ұсынайық. Наргиза, Ерқанат, Наргиза қайда Ерқанат күйеу баласы деп жатырмыз. Аружан, Мадина, Дана, Аяжан келсе, Чания, Марал, Бекзат, Алихан, Таума. Арнай осы кісілерге қос сәлем салғысы қойық. Қайда? О, жамана. Әрбір сөзді талдау керек, үзілген жерлерді жалғау керек. Маған берген тізімнің бәрін оқыдым, ешкімнің аты шіркін қалмау керек. Қалып біткен жанда шіркін болса, егер ортаға шын көңілмен саулау керек. Құрметпенен қадірлеп ортаға бір шақырайын, бір қысқа өздеріңді батырайын. Айжамалдай жеңгесі келген кезде айға дейін даусым шығырып ақырайын. Бір қаттырап қолды шіркін қуақып қойсаңыздар, Айжамалдай жеңгемізді ортаға шақырайын деп қос сәлемді Айжамал жеңгемізге салдырдайық. Қош келдіңіздер құрметті өзіңізді. Құтты болсын. Енді маған берген мағлұмат бойынша барлықтарың сіздерді оқып шықтым. Қуаныш құтты болсын деп той құтты болсын ниеттеміз. Танабек, Нұржан, Ерлан. Ал осы кісілер үш рет шығу керек дейді ғой. Бәсе қап кетіп тұрады екен ғой. Қалдырмаңдар, міне. Қап кетіп тұрады. Демекте керек. Қатты мұқтаж болып тұрсыз ба демекте? Қолсап қошемедіп қойып жатқандарыңызды. Енді аты аталмай қалған, түсі миғаған жандар болса, бір сәлем сап қойсаңыз болады. Келінжан, осы қуанышқа келемден белгілі себептерінен келе алмай қалған жандар болса, ол кісілерге де бір сәлем сап қойсаңыз болады. Барша осы Қазақстандағы Қоңырат алды руына бір сәлем сап қойсаңыз болады. Жаңа 1000 теңге салам деп 5 теңге сап кеткендерге бір сәлем салсаңыз көңіл қалмасыңдар. Қуаныш құтты болсын, той құтты болсын. Енді келіннің бетін ашайық. Апа өзіңіз ашасыз ба? Кім ашады келіннің бетін? Өзіңіз ашасыз ба? Зүбәйр апам аша ма? Зүбәйр апамды ортаға шақырайық. Апам қайда менің? Зүбәйр апа ортаға келіңіз. Енді берген мағлұмат бойынша барлықтардың атын атадық. Енді келіннің бетін ашайық. Жаңа айтып қой, платный бет ашар болады болса, платный бет ашар болмаса келін идар жүзі көрсетейік, бір қаттырып болса қошемедір қойсаңыздар болады. Келіңіз апа. Енді Құдай қаласа өзіңіздің жүріп өткен жақсы жолыңызды Тәңірім жұғыз істетсін осы. Түйінді шеш жүрейік Құдай қаласа. Асықпаңыз. О, жан. Allah razı olsun. Tүйіндердің бәрін шешіп өсеңіз болады. Бір қаттырап болса қошемедір қойыңыздар апамызға. Біреуді өзіңіз аласыз ба? Ниет қыласыз ба? Асықпаңыз апа. Bismillahirrahmanirrahim деп маңдайын ашып бетінен бір сүйіп қойсаңыз. Келін болсаң инабатты, үлкендерді сыйлағатты, әулеттегі ғимаратты, көргенесің сенеміз. Ашып қойыңыздар, рахмет.
Bетін ашып қойыңыздар, сәл ауа кірсін. Сәл ауа кірсін, Ана су жерге түсіп тұр. Ауа кірсін. Құрметтеп болса, қошеметіп қойсаңыздар болады. Мына қадірлі көпшілік құрметтегі жақсылар, ортаға назар салайық. Келініміз болдаған мат герой бол, Құдай қаласа, жаным. Бұл мат герой болатын келін ғой, өз көрініп тұр, Құдай қаласа. Бақытжан мықты болса болды, Құдай қаласа. Енді наны арнайы Әлихан саған береміз, Құдай қаласа, үйлен, бір басың екеу болсын, қашанғы жүресің, әркімдігін ұстап. Бір басың екеу болып үйлен, елге әдемі ақ келін ақкел. Қол сау қошеметіп қойсаңыздар болады, Әлихан азаматтығына. Енді қадірлі көпшілік құрметтегі жақсылар, келініміз жұлдыздың атығандай, бір өзі 15 қызға татығандай, шіркіннің кірпіктері қайқиып тұр, кәдімгі найза болып атылардай. Ұлымыз Бақытжанды қыз асылын тапқан екен, жар тадының оқуын оқығандай, ата-анаға сүйе болсын, енді екеуі түскі дейін төсекте жатып болмайды, бір қаттырып болса қошеметіп қойсаңыздар болады. Апа, келіңіз жаным, келіңіз апа. Мынау мен эстафетаны табыстап қояйық. Бересіз ба? Құтыламай жүргізер, сөзіңізді Құдай қаласа. Енді арнайы келіңізге табыстап, маңдайына сүйіп қойсаңыз болады. Мына Оқтау сеніңкі, Бақытжан сеніңкі болды деңіз. Рахмет, машалла. Құтты болсын, апа, рахметна жетке тұра беріңіз. Енді мен осы екі жеңгесіне беріп қойайын, бір шотал беріп қойайын екеуіңізге. Мына сіз қолын жібересіңіз болды. Қашып кетпейін жүреді бұл бет ашты. Енді жұлдыз екі шетіңізге бір сәлем сап қойсаңыз болады, бір сәлем. Неға бір сәлем сап қойсаңыз, жаным. Жұрттар сәлем сағында не істеп жатыр? Жаным, реттеп қойыңыз. Әлихан, жаңа салғам деп маған міндет қылмаңдар. Сасаңдар қайтып береді, өздері ертең той істейсіңдер ғой. Әлихан, мынау саған жұғысты болсын, Құдай қаласа. Құтты болсын, қол соғып қошеметіп қойсаңыздар болады. Мен енді арнайы осы батаменен таң атыр, батаменен күн батырып өскен елдің біріміз. Сахна төріне осы бата беретін құрметінде қадірлі. Мен осы бір қаттырып қол соғып қошеметіп қойсаңыздар, мен сахна төріне Айдар атамды ортаға шақырайын, дұрыс па? Айдар атам қайда менің? Айдар атам ортаға ата келіңіз. Енді қазақ ырымшыл елдің біріміз, осы кісі бата берсе, елдің алдында жүзі жарық болса, Бақытжан, келіңіздер. Екеуіңіз жақын тұра беріңіз. Екі жастың ортасына ескерткен түсетті жеңше, екеуін жақындатып қойыңыз енді болды ғой, Құдай қаласа. Илаха аумин, көке бір бата беріңіз. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахым біздерді жан қылып жаратқаныңа, мұсылман қылып жаратқаныңа, өмірін амет. Дәл осындай перзент бергеніңе сансыз шүкір. Аллахым өзіңе сансыз барық болсын. Еліміз барлық уақытта тыныш өмір сүрсін. Екі жастың бақыты жайнасын. Жалайырдың қызы жаққан отта бақыттың қазаны қайнасын. Өссін, өнсін, өздерінің көбейсін, арттарынан елге, дінге, ата-анаға қызмет етін салих, иманды ұрпақтар өсе берсін. Ерлерінде тек қана қуаныш болсын, әр отбасыда адал ұл, адал келін болсын ағай, той құтты болсын ағай. Амин. Көпе ұзақ өттіңіз, Құдай қаласа. Сіздің жақсы жүріп өткен жолыңызды Тәңірім жұғыс етсін Бақытжанға. Енді осы қуаныш құтты болсын деп, той құтты болсын деп көпе. Енді шапан бір бөлек. Енді толған айдай толдық, бәріміз бақытты болдық. Жаңа банкіге 5 теңге сап едіңіз, 5 теңге осымен рәшет болдық, ата Құдай қаласа, рахмет. Мың самай қойыңыз, арнай ырымдап беріп едім, құрғақ қасыға ұжымдат дейді Құдай қаласа. Енді Бақытжанға айтар тілегіміз, ұстасқан қолдарыңыз ажырамасын, тек қана бір жаста қартайып, өмірлі шүрлі болып, осыншама елдің алғысын алып жүрген азаматтың бірі өзіңізсіз. Бақытжан мені ердей шақырған соң, мынау енді мен құр ол көлге ұялдым, мынау менің атынан сізге тояна, Құдай қаласа. Ертең мен той істеймін, келесіз ғой, Құдай қаласа. Енді жастар бақытты, үбірлі, шүбірлі, жусандай түбірлі болсын деп бәріңіз ортаға биге шақырайық. Бақытжан сіздерге рұқсат, мархабат, қуаныш құтты болсын, той құтты болсын десе. Баршаңызды биге шақырайық десе. Ал келіңіз десе, той құтты болсын ағай. Баршаңызды би алаңына шақырайық ағай.
kara gözüm